Ассалаумағалейкумдер, армысыздар, қалайсыздар, амансыңдар ма? Мен айтайын деген, мен жалпы сетте отырамын ғой арасында да, жалпы отырамын ғой сетте. Мен өзімді Аллах Құдай деп таныстырғанымда, Аллах екі Құдай, Даджал, Зевс, биік Құдай деген сияқты да. Енді айтайын деген, бұл сендерге айтайын деген, жұмыстарыңды жасаңдар, или өздерің қараңдар. Алла Тағала сендерге денсаулық, өмір беріп қойыпты. Жұмыс десе жұмыс беріп қойыпты, өмір десе өмір беріп қойыпты. Біздерге өйтіп семьямызға, мысалы менің анама, шешеме, ағама или жиенге, семьямнан аулақ, сестраларымнан, жиендерімнен аулақ деген сияқты, мен семьямнан аулақ. Өздерің жасаңдар. Біздер сендерге ештеңе деп айтып атқан жоқпыз. Біреулерің барып семьясын бұзып или оттап бүлдіріп отқан жоқпыз. Бұл өмірге өзіміз келдік, тынышымызға кетейік. Сендер өйтіп қойыңдар, өйтіп сетке байлап, біз жұмыс істесек жұмыс істей алмай, аяғымыздан байлап кәдімгідей. Таныстарымыздың бәрін байлап, былай шықсақ былай байлап, ондайыңызды қойыңдар өйтіп. Сендер өздерің жүресіңдер да, біздерді мысалы семьям жоқ. Қарап отырсаң, 31 жастағы толдым. Фараон деген жүр, Аллах деп, ол шайнап жүр өз алдына. Мен оған ештеңе деген жоқпын. Олар өздері өмір сүріп отыр. Енді біздерге келген кезде, біздердің аяғымыздан шалып, оттап, аузына келген оттап отыр. Аллах бар екенін біліңдер, болды. Не керек өйтіп, ондай оттай беріп, мафия болып, тартып өйтіп. Өлтіретін болса, өлтірсін да қойсын, тып-тыныш. Өлтірмейтін болса, жұмысымызды істейік та, біздерге ондайыңызды қойыңыздар өйтіп. Өйтіп байлап, видеоға шығарып, камераға сетке шықты, Касой Қайрат не қылып келді деп, Касой Қайрат бауыздайды, анау-мынау деп. Ол не ол бауыздайды деген? Адам өледі де кетеді. Ондай затты қойыңдар сендер өйтіп. Сетке шығып, мафиялармен байлап, адамдармен. Міне, Аллах сен жеңілдің, сен өйттің. Ондай затты қойыңдар, болды. Жұмыс жасайсыңдар ма? Жасаңдар, болды. Не керек ондай затты? Жеті мен екенін біліңдер, болды. Жеті Даджал мен екенін біліңдер, болды. Суда мен екенін біліңдер, жерде, болды. Төрт қабір екенін біліңдер. Төрт қабір. Төрт менің қолым болады. Сендер ондай қойыңдар бірақ. Мафия болып, жағындай байлап, семьямыздан неғылып. Не керек ондай сөздерді? Ағыры шенше жүр өз алдына деп. Оттай берме деп. Өзің жаса, өлу или. Не керек басқа, не керек сендерге? Жоқ, қоймайды. Өзінің заттарын неғылып, Касой Қайрат жүр өз алдына, өзінің заттың пиқатып, мен мынандай ақылдымын деп. Бәрі сол баяғы Аллахтың несі, Құран кітаптар 114 сүре, мынаны мен шығарғам, әрқайсысы бақсын азып, Аллах сен не істедің, барып жұмысыңды істе, или өл. Басқа не керек сендерге? Ондайды қойыңдар сендер. Сендердікі чересшур. Шибаныкі да чересшур. Шибада басқа істейтін жұмыс жоқ. Аллах бауыржан не істеп жатыр екен деп келіп, ол да тек өзбектермен шайлай қасып, біздің маманы не қылып деген сияқты. Ондайды қойыңдар сендер. Біздер қазақпыз ба, қазақ болып, арасында өзбекше сөйлейтініміз бар енді. Қарақалпақшада сөйлейтін бар, орысшада сөйлеймін. Ағылшынша азғантай білетін болмаса. Сендер ондайды қойыңдар өйтіп. Үкімет басшыларында. Назарбаев жүр өз алдына. Ол өз алдына біздерді қысып тастайды. Ол территория бар ғой сендерде. Ұлы жүз, кіші жүз, орта жүз,
ұруға жатпайтын еді, территория беріп қойды ғой. Не керек сендерге басқа? Жоқ. Өткенде ана өзбек кондукторы жүр, өзбек шахзадасы. Ол жүр автобуста қолымен ұрып, мені көріп. Не керек ондай затты? Мен тараз тақсырмын ондай, сондай болатын болса. Тып-тыныш жүрейік. Ондайды қойыңдар сендер.